Суыт хабарды естіген шаһардың барлық халқы ғибадатханаға жиналды. Қаланың әкім, шонжарлары, қазылары мұндай сұмдық істі істеген адамды соттамақ болды. Ибрахимге де керегі сол болатын. Осынау қалың көпшіліктің алдында қауымның көсемдерімен пікірталас жасауға тырысты. Бәлкім, оларды азғын жолдарынан айырып туралыққа бастар сәт осы болар. Жағдай өте күрделі болатын. Ибрахимнің ісіне қатты наразы қала халқы бүкіл тайлы тұяғымен жиналды, барлығы да оны өлтірмекке бекінген еді. Бірақ Ибрахим салмақты қалпынан айнымай, нық тұрды. Оған қала халқының ұлы көсемі, «Уа, Ибрахим, құдайларымызға қол көтерген сен бе?» деп сұрады. Ибрахим салмақты күйде кекесінен, оны істеген ана тұрған үлкендері болуы керек деп сау қалған үлкен пұтты нұсқады. Оларды сөйлейтіндігіне шынымен сенетін болсаңдар, сұрап көріңдер. Жиналған қауым қорқынышпен бір-бірлеріне қарасты. Кейбіреулері екіншілерін, шынында да сендер қателесіп жүрсіңдер деп кінәлады. Содан кейін олар пікірталасқа қайта көшті. «Уа, Ибрахим, бұл пұттардың сөйлемейтіндігін өзің де білесің ғой. Неге бұлай дейсің?» деп сұрады. Бағанада бері осы сәтті күтіп тұрған Ибрахим дереу, «Сонда қалай? Алланы қойып, өздеріңе пайда не зиян келтіре алмайтын нәрселерге табынасыңдар ба, Алла тағаладан өзге табынғандарың да өздерің де құрып кетіңдер. Ақылға келмейсіңдер ме?» деді. Сол ақ екен, жиналған халық ашуға басып, шулап қоя берді. «Оны өртеңдер, құдайларыңа болсыңдар!» деп айқайлады біреулер. Осылайша Ибрахимнің соты тез арада аяқталды. Надан қауым пікірталаста оның сұрақтарына жауап бере алмай жеңілген соң ашу ызаға булығып, қандай жолмен болса да жеңіске жетуге тырысып бақты. Өздерінің қалыптасқан нанымдарын қарсы шығатын әрбір адамға сабақ болу үшін Ибрахимді аяусыз жазалауға шешім қабылдады. Олар алаңның ортасына таудай қылып үйіп отын жинады. Сосын оған от қойды. Бұл от лезде жалыны көкті шарпыған үлкен өртке айналды. Жалын лебінен ешбір адам оның қасына жақындай алмайтындай еді. Жендеттер Ибрахимді оттан алысырақ жерде тұрған тас атқышқа мықтап байлады. Оны осы тас атқышпен оттың дәл ортасына тастауды көздеді. Ибрахим болса иманынан қайтпай, Раббысына нық сеніммен міз бақпай тұрды. Алланы есіне алып, іштей күбірлеп одан көмек сұрады. Осы сәтте оған Жебірейіл періште келді. «Уа, Ибрахим, менен не көмек керек?» деп сұрады. Ибрахим, «Сенің өзіңнен көмек керек етпеймін» деді. Жебірейіл, «Олай болса, Раббыңнан сұра» деді. Сонда Ибрахим, «Оның менің жағдайымды білуінің өзі маған жеткілікті» деді. Сөйтіп тұрғанда жендеттер Ибрахимді тас атқышпен оттың ортасына лақтырды. Жиналған жұрт үрейлене қарады. Оттың үлкендігі соншалық, отынның сатырлап жанып жатқаны алыстан естіліп жатты. Айналасы бет қаратпайтын ыстық. Тіпті оның үстінен құс ұшып өтпек болса, жалынның биіктігінен өртеніп құлап түсер еді. Алайда еш ұйықтамайтын, бәрін біліп көретін жаратушы бұл істен хабардар болатын. Алла тағала отқа, «Ей от, Ибрахим үшін салқын әрі бейбіт бол» деп әмір етті. Сол ақ екен, жалыны төңіректі шарпыған от Ибрахим үшін салқын әрі амандық жағдайын жасады. Ибрахим жалындаған оттың ішінде аман есен тұра берді. Ешқандай ыстық қызуды да, қатты суықты да сезбеді. Біраз уақыт өткен соң от жалыны басылуға айналды. Таудай етіп жиналған отынның үйме-үйме көмірі мен күлі де көріне бастады. Жиналған жұрт Ибрахимді әлдеқашан күлге айналып кеткен болар деп шешіп қойған еді. Алайда жаңағы таудай болып жалына аспанға шарпыған оттың күлінің арасында Ибрахимнің түк болмағандай аман сау тұрғанын көрді. Мұны көрген қауымның таңданыстан тілдері байланғандай болды. Бұрын соңды мұндай керемет орын алған емес. Бұл Ибрахимнің жолының дұрыстығын білдіреді. Адамдар бірден Ибрахимнің Раббысына сендік десті. Бірақ жария түрде емес, іштей айтты. Өйткені көп құдайшыл патшаның жендеттері де қарап тұрған болатын. Имандарын жария етуге солардан қорықты. Бұл оқиға туралы Бабыл патшасы Нәмруд естіді. Ибрахимнің дүйім жұрттың алдында керемет көрсетіп, бәрін жеңіп шыққаны оны қорқыта бастады.
өзінің билігінің шайқалып, халқының Ибрахимнің соңына еріп кетуінен қатты сескенді. Сондықтан да өзіне бағындырмақ ниетімен Ибрахимді сарайына шақырды. Ибрахим алдына келгеннен-ақ: «Әй, жігітім, сенің істеп жүргенің не сұмдық? Менен басқа құдай бар ма?» деп Нәмрүд патша оған дүрсе қоя берді. Ибрахим еш саспастан: «Иә, бар. Менің Раббым өлтіреді және тірілтеді» деп жауап берді. Залым патша мақтанышпен: «Ендеше мен де тірілтемін әрі өлтіремін» деді күпсініп. Ибрахим оның не айтқысы келгенін түсінді. Нәмрүд біреуге кешірім жасаса, оны өлтірмей тірі қоя беретін. Ал біреуді өлтіруді қаласа өлтіртетін. Залым патша осыған меңзеп тұр. Ибрахим өзіне тән зеректікпен: «Алла күнді шығыстан шығарады, күшің жетсе соны батыстан шығарып көр» деді. Нәмрүд аузына құм құйылғандай жауаптан тосылып қалды. Не деп жауап береді? Күнді өзінің жолынан шығару кімнің қолынан келер дейсің? Сөйтіп, Ибрахим ақылдылығымен Бабылдың кәпір патшасы Нәмрүдті де жеңіп кетті. Кәпір қауыммен көп айтысып тартысқан Ибрахим өнімсіз пікірталастан шаршады. Оның ізіне еріп, иман келтіргендердің саны аз болатын. Сондықтан да ол өзінің ізбасарларымен бірге күпірлік пен надандықтың ордасы Бабыл шаһарынан көшіп кетуді жөн санады.